Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Көркем жазу сабағының бүгін екінші сабағы. Екінші сабағында В, Ж және Қ әріптерін жазып үйренетін боламыз. Ал кеттік ендеше. В әріпін салайық. Жоғарғы бөлігінен бастаймыз. Жазу жалғасамыздың үстіңгі бөлігінен бастаймыз. Жоғарыға көтере отырып, имек жасап, көлбеу түзу жағалай отырып, төменге қарай түсеміз, сопақша жасаймыз. Екі ұяшық тастаймыз. Үшінші ұяшықтан имек жасай отырып, көлбеу түзу жағалап, төменге қарай түсіп, сопақша жасаймыз. Тағы да екі ұяшық тастаймыз. Үстіңгі бөлігінен бастаймыз міндетті түрде. Төменге қарай көлбеу түзу жағалай отырып, сопақша жасаймыз. Қолымызды үзбей әріп саламыз. Келесі Ж әріпін жазамыз. Ол үшін жартылай ай жасаймыз. Жартылай сопақша яғни. Және мына ұяшықтың дәл ортасын екіге бөлеміз. Мына бөлігін және екінші бөлігін жасаймыз. Келесі жарты ай жасаймыз. Міндетті түрде қолын созамыз. Келесі тағы да Ж әріпін жазамыз. Тағы да Ж әріпін екі ұяшық тастай отырып жазамыз. Қ әріпін жазамыз. Ол үшін көлбеу түзу жағалай отырып, үстіңгі бөлігінен төмен қарай түзу түсіреміз. Орта тұсынан үстіңгі бөлігін жасаймыз. Және төменге қарай имек жасаймыз. Қолын түсіріп бау байлаймыз. Келесі тағы да екі ұяшық тастаймыз. Үшінші ұяшыққа түзу түсіреміз. Бауын байлаймыз. Келесі дәл солай екі ұяшық тастап, үшінші ұяшыққа түзу түсіреміз. Бауын байлаймыз, қолын созамыз.